Қыс мезгілі былай тұрсын, жаз мезгілінде далада қапырық, 40 градус ыстық кезде аяғы мұздап терлеп жүретіндер сіздердің де араларыңызда бар шығар. Жанына батып ауыртпаған соң тексеруді құнттамайды. Жарайды. Ол кезде аяғыңыз мұздаса да бойыңыз жылы жүреді емес пе? Ал қыс мезгілінде аяғыңыздан суық өткізіп алудан сақтаныңыз. Өйткені аяқтан өткен сыз басыңыздан бір-ақ шығады. Мұрныңыз пысылдап, көзіңіз жасаурап, жөтеліп, түшкіріп шыға келесіз. Әсіресе қысы ылғалды болатын Шымкент жұртшылығына өте таныш жағдай болу керек. Қар жауып тұрғанымен аяғыңызбен су кешіп жүресіз. Бұл енді табиғаттың құбылысы. Ал біз өз жайымызды ойлайық. Аяғымыздан өткен сыз бүкіл денемізді шымырлатпасын десеңіз, әжелеріңізден қалған емдеу тәсілдерін ұсынамыз. Қажеттіңізге жарап, шипасын беріп жатса тек қуанамыз. Біріншіден, үйге келе салысымен бір дана картопты қабығымен қайнатыңыз. Сосын қақ ортасынан екіге бөліп, табаныңызға таңасыз. Сыртынан жылы көрпе орып, картоп салқындағанша жата тұрыңыз. Шамамен 30 минуттан соң компрессті алып, жылы шұлық киіп алыңыз. Екінші, аяқ күймейтіндей температурадағы ыстық суды шылапшынға құйыңыз. Оған 2 шай қасық қыша араластырып аяғыңызды суға салыңыз. Шамамен 20-30 минуттан соң аяғыңызды судан алып, құрғатып сүртесіз. Соңынан жылы шұлық киіп алуды ұмытпаңыз. Үшінші, 6% алма сірке суымен аяғыңызға массаж жасаңыз. Табаныңызды, саусақтарыңыздың айналасын жақсылап сүрту керек. Емді 15 минуттай жүргізген жөн. Төртінші, аяқтан өткен суықты емдеуге арақтың да көмегі зор. Ол үшін алақаныңызға арақты құйып алып, аяғыңызды, балтырыңызды баяу қимылмен уғалайсыз. Бесінші, 200 грамм араққа 2 шай қасық қызыл бұрышты араластырып, араласпаны 10 күндей күн тимейтін жерге сақтап, қараңғы жерге қойып қоясыз. Белгіленген уақыттан соң дайын болған тұнбамен аяғыңызды сүртесіз. Емді ұйқыға жатар алдында жасау керек. Алтыншы, балаларға арналған крем немесе вазелинге қызыл бұрышты, гүлшетен, яғни розмарин мен камфор майын араластырыңыз. Дайын болған қыздыратын кремді табаныңызға біркелкі етіп жағып, мақта матадан тігілген жұқа шұлық киесіз. Крем табаныңызға толық сіңген кезде сыртынан қалың шұлық кию керек. Ескеріңіз, қызыл бұрышты шамалап қоспасаңыз, аллергиялық реакция беруі мүмкін. Жетінші, 1 литр ыстық суға 10-15 тамшы гүлшетен, яғни жаңағы розмарин, қалампыр, гвоздика, яғни даршын дегеніміз корица майы мен 2 ас қасық сүт араластырыңыз. Дайын болған қоспаны табаныңызға ысқылап жағыңыз. Шамамен 20 минуттан соң масқаны дымқыл сулықпен сүртіп, аяғыңызды құрғатыңыз. Артынан жылы шұлық киіп алуды ұмытпаңыз. Егер де менің ақпараттарым сізге пайдалы болса, қолдау көрсетіп, арнама тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыз.